Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Рамазан айының 9-шы күні, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға өте дәмді әрі жылдам уақытта жасалатын котлет дайындаймыз. Видеоны өткізіп алмай, соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен тартылған сиыр етінің үстіне нанды суға жібітіп саламыз. Одан кейін ұсақтап туралған пиязды қосамыз және бір жұмыртқа, қара бұрыш, тұзды салып, әбден қолымызбен араластырып аламыз. Котлеттің үстіне картошка пюре жасаймыз. Картопты суға салып, тұз қосып, қайнатып аламыз. Дайын картопты сүт араластырып, осындай езгіштің көмегімен әбден жұмсартып аламыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецепттерім ұнаса, каналға тіркеліп, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Әрі қарай картопты қолымызбен котлет ұқсатып жасап аламыз. Міне барлығын осы ретпен жасап шығамыз. Енді котлеттерімізді домалатып жасап аламыз. Осы тағамға қажетті заттардың құрамын және мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қойдым. Менің каналымның дамуына үлес қосып, осы видео ұнаса, поделиться батырмасын басып, құрбы әпке-сіңілеріңізге жіберіп қойыңыздар. Котлетіміздің ортасына жаңағы картопты салатын боламыз, сондықтан осылай ортасын кішкене басып шығамыз. Енді картопты қойып шығамыз. Оның үстіне күштен өткен ірімшікті салып шығамыз. Суға бір шай қасық томат пастасын және бір ас қасық қаймақты қосып, араластырып, противенге құямыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста тек пештің астыңғы ғана қосып 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне ерекше әрі жылдам уақытта дайын болған тағамымыз өте дәмді болып шықты. Видео ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Және каналға да тіркелуді ұмытпаңыздар.